зовут Олеся, мне 16 лет. С самого детства я обожала драться. Била всех, кого не попадя. Младшего брата, одноклассников, друзей. Мои родители, как только узнали об открытии тэквондо, сразу же записали меня сюда. Тэквондо – это боевые искусства с легкими движениями. Тут нет никаких силовых нагрузок, только быстрота и техника. Этим меня очень сильно привлекло тэквондо. Я занимаюсь уже более 5 лет и достигла черного пояса. Часто участвовала в соревнованиях, занимала всевозможные места. Который год меня тренирует наш тренер Руслан. Он самый лучший сабунил, самый лучший тренер, которые у меня только были. Он к нам не только тренер, но и наш отец. Он всегда нас поддерживает, он может нас выслушать и всегда помогает. Так что в нем мы видим не только тренера, но и даже, можно сказать, друга. Я не хочу ходить в тэквондо, в большей частности из-за того, что у нас такая прекрасная команда. Мы, правда, как настоящая семья. А теперь давайте я покажу вам наш зал и покажу нашу прекрасную семью. Это наш зал, в котором мы занимаемся, точнее, наш дом. А это наша семья, мои братья и сестры. Ну все, мне пора заниматься, я пошла. Это наш тренер, наш папа, про которого я говорила. Самый лучший человек, которого я знаю. Он веселый, искренний и честный человек. С ним можно и посмеяться, и поучиться многому чему. У него очень интересные истории про его детство, про его карьеру тэквондо, про то, как он сам занимался, и про то, как стал тренером. Он, конечно, строгий, он требует от нас только для того, чтобы мы сами стали лучше. Это одно из того, что он хочет. Только поэтому он может на нас накричать, может поругать, но это все только для нас. Менің аты жөнім Әкші Руслан Төлегенұлы. Таеквондоны мен жалпы Тараз қаласында бастағам. Кішкене кезімнен 90 жылғы бастадық қой. 90 жылы таеквондоға келдік. Содан бері айналып жатырмыз. Небір жарыстарға барғанбыз. Жалпы Қазақстан, международный жарыстар. Содан 2013 жылы Астанаға келдік. Астанадан аштық. Содан Астанада группамыз бар етін. Қосшы қаласында ашқан себебіміз өйткені бізге осы Қосшы қаласынан балалар келетін тренировкаға. Сол балалар қиналмасын деп біз осы жақтан аштық. Осы біздің олимпийский чемпионымыз бар, Арман Челмановтың қолдауымен осы Қосшы қаласында, Лесная Полянада осы тайкун клубы ашылды. Содан бері міне 8 жыл болды істеп жатырмыз. Тек қана осы жердің балалары бәрі. Біздің мектепте 110 баладай тренировка жасайды. Оның ішінде где-то 40 қыз, 70 бала. Менің бірінші жаттықтырушым Ибраев Ернебек Байтасович. Ол кісі Таразда. Қазір Жамбыл облысының ММА-дің президенті. Ол таеквондо, ММА, осы күрес, соның бәріне қарайды. Өзі жақсы кісі. Әлі күнге дейін араласамыз, сол кісі осы жерге келеді. Почетный президент біздің клубтың. Жарыстарға шақырып тұрамыз. Өзім әкемдей ғой. 2001-де мен каратедан чемпионат Қазақстанда ұтып алдым. Біз таеквондистпіз, бірақ ол уақытта жарыс аз болатын. Сол үшін біздің ағайымыз бізді отырып қалмасын деп каратеге апарады жарысқа, кикбоксқа апарады. Солай. Сол кезде мен ең бірінші рет чемпион Қазақстан атандым каратедан. Осы Леснаядан ашылған бері бір жеңістіктің бірі, мынау Юля деген осы жерде ұстаздар жүр. Солардың бәрі менен 5 жастан бастап тренировка жасаған. Қазір мені 8 жылда уже ұстаз болып шығып жатыр. Чемпиондар бар, республиканский, международный, Қазақстан чемпиондар бар. Сондай жетістікке жетіп жатыр, Құдайға шүкір. Енді олимпиадаға барамыз деген ойдамыз. Біздің жарыста, именно олимпийский таеквондода электронный система. Баланың басындағы шлем, перчатка, жаңағы үстіндегі протектор, соның бәрі электронный. Аяғындағы носки электронный. Анау соперникке тигізген жағдайда очко жанады. Бұл жерде бәрі енді тек қана спортсменнен зависит. Қалай ол төбелеседі, қалай дұрыс ұрады. Егер дұрыс ұрса, очкомен ол бала ұтып кетеді. Біздің жалпы мектепте, біз мектептеміз, өйткені тек қана кружок емес, полный баламен айналысатын болғаннан кейін біз мектеппіз де. Біз арасында жазда лагерь жасаймыз балаларға.
Сосын сборы жасаймыз. Сборы деген бала 10-15 күнге басқа қалаға кетеді, болмаса шетелге барамыз, Өзбекстан деген сияқты. Сол жердегі басқа спортсмендерден опыт аламыз, алмасу. Вот сондай. График болса, біздің тренировка осы мектепте азанда 2 группа, кешке 2 группа, ол понедельник до пятница. Былай айтқанда вторник, четверг тағы тренировка, сонымен күніге тренировка. Мен таеквондоға келгеніме 5 жыл болды. Біз сонда бәріміз доспыз және аяқпен қол жұмыс істейді. 2018 жылы біздің бірінші жарысымызда мен бірінші рет алтынды алдым. 2019 жылы Назарбаев университетінде мен бірінші рет ұтылғам. Таеквондодан әлем чемпион болу және олимпиадаларға қатысу. Шөберемді балалардың алаңында ойнатып жүргенде осы тайфонға балалардың кіріп шығып жүргенін көрдім да, сосын келіп өзім сөйлестім тренерменен. Неке осы тренер келген, тайфонға келгенімізге 2 жыл болды. Кішкентай қызым шөберем 3 жасында, шөбері ұлым 4 жасында келді. Міне өте жақсы, тренерлер де жақсы, балалар шынығады, балалардың денсаулығына өте жақсы. Мен өкінбеймін, осында көп балалар келеді, ата-аналардың барлығы риза. Әр туған күн осында барлығын тойлайды балалардың. Әр балаға тренер қиналып, солардың денсаулығын ойлап, соларды ойлап, өзінің туған баласында ойлайды. Мына Лесная Полянадағы осы Руслан деген жігітке өте ризамын. 2 помощник қыздары бар. Солар 3 жастан 6 жасқа дейін Юля деген тренер, 6 жастан 7 жасқа дейін Руслан өзі шынықтырады, дене шынықтырады. Балалардың расписаниесін барлығы жақсы біледі. Ешкім қалып қоймайды, регулярно келіп отырады балаларды. Өте тәртіпті балалары. Кәдімгі әскердің балалары сияқты. Шөберем садикке барғанда каратеден 1-ші орын алған. 160 баланың арасында каратеден 1-ші орын алған. Содан кейін мен мына тайфонға келгеннен кейін 6 медалі болды. Мінекей 1-ші орын, 2-ші орын емденіп алды. Жаңағы 3 жастан келген қызым 2 ордені бар осында, 2-ші орын алып келе жатыр. Әлі 1-ші орынға ол бала жетсін. Жасы жетпей жатыр. Меня зовут Анастасия. Я пришла в 2019 году сюда, в Тайфун, но пришла я на аренду зала, так как я фитнес-инструктор на тот момент была, и сейчас также являюсь. Сначала только была аренда зала, потом потихоньку пришли мои дети, начали заниматься тайквондо. Я стала просто приходить вместе с ними на тренировки, когда проходили спарринги. Но со временем получилось так, что мне начало самой нравиться тайквондо. Я стала потихоньку заниматься с девочками. В декабре 2019 года я сдала на желтый пояс, попробовала свои силы, и все, и влюбилась в тайквондо, и начала ходить. И вот за 4 года я защитила и получила черный пояс, первый дан международный, и взяла направление в судействе. Я в Астане также являюсь судьей, где какие-то проходят турниры. Всегда мы от Тайфуна выходит Руслан Сабуним, и мы бываем частенько, участвуем в турнирах именно в судействе. Про Сабунима хочу сказать, что работая 4 года, да, я вижу, как он воспитывает детей. Можно сказать, он и занимается воспитанием моих детей, да, потому что дочка пришла в 6 лет, сын пришел чуть постарше, но я вижу, как на них отражается именно вот это отношение тренера, да, как он прививает любовь к тому, что они делают, к чему они стремятся, открывает, ставит цели, да, с ними дойти до олимпийского, да, именно пьедестала, как он их мотивирует, как он работает психологически с каждым ребенком. Жалпы біздің мақсат, тренировка не үшін аштық біз? Осы жерден, жалпы Қазақстаннан бізге олимпийский чемпиондар керек. Вот ең бірінші мақсат сол. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде олимпийский чемпион жалғыз ғана, ол Арман Челманов. Сол кісінің қолдауымен біз осындай шешімге келдік. Осы жерден мектеп ашып деген. Қосшы қаласында жалпы 2 таеквондо бар бізде. Сол 5 жастан бастап жоғары қабылдай береміз. Жасқа қарамаймыз. 40, 50, 60, 70. Вообще жалпы таеквондода 70 жасқа дейін жарысқа шығуға болады. Ондай мүмкіншілік бар. Сосын біздің жалпы тренировкамыз, жаттығуымыз ол ақылы. Бірақ әр балаға біз жаңағы скидка бар.
көп балалы, жаңағы материночка деген сияқты сондай скидкалар бар. Бір семьядан 2 бала қатысса, оған тағы скидка бар 50%. А негізгі бағасы 12.500 теңге айына. Жалпы тренировкада әртүрлі жағдайлар болады. Университеттің күндерінде болады. Өйткені бір цельді қоясын. Жалпы қандай кезде? Мысалы 20 бала болса, бір тренировкада соның 2-і келмей қалады. А сен сол 20 балаға бір қойған программаң бар. Сол программаң орындалмай қалады. Болмаса жаңағы әр мысалы Алихан болсын, жаңағы Санжар болсын, сен ойлап жүресің. Ана балаға осында бір нәрсе қою керек, бүгін осы жерін жөндеймін, мына жерін осылай қоям деп. Келесің, ол бала тренировкаға келмейді. Вот сондай кездері сен бір жының ұстап, ойбай қойшы болып тастаймын деген сияқты. Ондай күндер болады, бірақ балаларды қимаймысың. Өйткені ол біздің семьямыз ғой. Әрбір бала қыз, ол менің ұлым, менің қызым, бәрі солай тәрбиеленеді. Біздің ата-аналардың бәрі білет, келген кезде сразу айтады. Ой, Руслан ағай, болды сіздікі. Еті біздікі, сүйегі сіздікі, давайте деп. Болды солай тренировка жасаймыз, шығаруға тырысамыз. Ең өкініштісі, бір 3-4 жыл сен баланы көтересің, құшағыңда ұстайсың, жан-жаққа апарасың, жарысқа апарасың, общий полный. Бірақ жанұя жағдайы бойынша көшіп кетеді, болмаса басқа қалаға, болмаса таеквондоны жай тастап кетеді. Вот сондай кезде өте қиын. Өйткені қимай қаласың баланы. Қанша жыл қолында өскен бала, сондай жағдайлар болады, сол кезде ойлайсың. Болмайды екен, тастаймын деген сияқты. Бірақ ары қарай жүреміз солай. Келесі бала қолдайды. Ойбай ағай, жоқ ағай, кетпеңіз деп. Бірімізді бір жуатып аламыз. Сондай моменттер болады жалпы.